Баршаңызға ассалаумағалейкум. Өздеріңізге белгілі көксерке балығы қазіргі таңда ең құнды балықтардың қатарында болып табылады. Көксерке балығы табиғатында жыртқыш балық. Бұл түрде каннибализм белгілері жиі байқалады, яғни өзінің шабақтарымен қоректену жиі кездеседі. Бұл түрдің балық өсіру шаруашылығында алатын орны ерекше. Көксерке тоған шаруашылықтарында, көлтауарлы балық шаруашылықтарында биологиялық мелиоратор қызметін атқарады, яғни жасанды су айдындардағы немесе көлдердегі пайдасы маңызы төмен балықтармен қоректеніп, кәсіптік құнды сазан, тұқы және де басқа да кәсіптік құнды балықтардың қоректік бәсекелестерімен қоректеніп, олардың санын реттеп жойып отырады. Бұл түрдің әсіресе филесіне деген сұраныс Еуропа нарығында үлкен сұранысқа ие. Бұл түрдің уылдырықтан шыққан дернәсілдері күзге дейін судағы ұсақ шаян тәрізділермен қоректенеді. Олардың ішінде атап айтқанда мезидалар, гамарус құрттары негізгі қорек болып табылады. Көксеркені жасанды су айдындарда өсіру үшін бірқатар ережелерді қатаң ескерген жөн. Мысалы, үй ауласындағы жасанды тоғаныңызға көксерке мен сазанды қатар өсіргіңіз келсе, олардың дене пішіндеріне, айырмашылықтарына мән бергеніңіз жөн. Жас ерекшелігі бойынша айтатын болсақ, екі жаздық сазан шабақтарымен бірге бір жаздық көксерке шабақтарын отырғызған дұрыс.